Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай ажурные блинчикидің жасалу жолын көрсетіп, рецептісін ұсынатын боламын. Бұндай блинчиктарды жасау үшін бізге құрамына сүт керек, қайнаған ыстық су керек, жұмыртқа, қант, ұн, біраз тұз керек, ас содасы керек және де сұйық май керек. Ең алдымен бір ыдысты аламыз, оған сүтімізді құямыз, оның үстіне сразу қайнаған ыстық суымызды құямыз. Одан кейін тұзымызды саламыз, қантымызды қосамыз, майымызды құямыз да, ас содамызды саламыз. Содан кейін 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын осылай бірінің үстіне бірін қоса береміз. Енді осының барлығын блендермен немесе миксермен араластырамыз. Менде блинчиктардың рецепттері өте көп, соның ішінде ең керемет бір жасағаннан шығатын осы блинчиктің рецепті. Сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығын миксермен араластырып аламыз, содан кейін ұнымызды осылай ситадан өткізіп қосамыз. Ұнымыздың барлығын бірден сала салмаймыз, осылай екіге бөліп саламыз. Ұндарымыз ішінде қамық болып қалмас үшін жақсылап миксермен немесе блендермен араластырамыз. Көп адамдардың блинчиктары дұрыс шықпай жатады. Сол себептен мен сіздерге бір жасағаннан өте керемет болып шығатын осы блинчиктің рецептін ұсынып отырмын. Неге массамызды дайындап алдық, осылай болып шығады. Ендігі кезекте блинді пісіретін табамызды газға қойып асын жағамыз. Сұйық маймен осылай щеткамен табамыздың ішін бір майлап аламыз. Одан кейін осылай құямыз. Бір құйғаннан ақ блинчиктарымыз міне осылай ажурные болып шықты. Осылай бір жағын пісіріп аламыз, енді келесі жағына аударамыз. Мінекей келесі жағына аударғанда да өте әдемі болып шықты. Осылай блинчигіміздің екінші жағында пісіріп аламыз. Келесі блинчиктарымызды құямыз. Келесісін құйғанда да міне тесік болып, ажурный болып шықты. Бұл блинчиктарымызды да міне келесі жағына аударып аламыз. Екі жағын бірдей пісіріп аламыз. Блинчиктарды піскеннен кейін мен бірден ортасына сары май жағамын. Сары май жақсаңыздар, сонда жабыспай дәмді болып шығады. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, бұл блинчиктар өте керемет болып шығады. Мінекей келесі жағына аударып аламыз. Осылай барлық блинчиктарымызды пісіріп шығамыз. Сары майды мен каждый піскен блинчиктің ортасына жағып отырамын. Сары май қоссаңыздар, блинчиктарыңыз өте дәмді болады және де жабыспайтын болады. Мінекей осылай барлық блинчиктарымызды пісіріп аламыз. Енді дастарханға әдемілеп қоямыз. Мінекей осылай үшке бүктеп, гүл жасасаңыздар да болады. Ортасына сгущенка немесе қаймақ салып дастарханға қойсаңыздар болады. Мінекей осылай әсемдеп қоюға болады. Енді мен ортасына қаймақ салып қоямын. Менің рецепттерім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.